Қайырлы күн, құрметті тыңдаушылар. Біз кәсіби қазақ тілі пәні бойынша практикалық сабақты бастаймыз. Мұнда су ресурстарының сарқылуының алдын алу жолдарында қандай іс-шаралар жүзеге асыру қажеттілігі айтылған, және бұл судың ластануын кеміту шаралары, оларды тазалау, суды пайдалану және олардың суды тазартудың биологиялық әдістері жайында қысқаша мәлімет берілген. Мәтінді оқып танысқан соң бірінші тапсырманы орындаймыз. Бірінші тапсырма: мәтінді оқыңыз, қосымша бейне жазбамен танысып, судың ластану зардаптары жайлы әңгімелеңіз. Бейне жазбамен таныс болсаңыз, осы көрген жазба бойынша қысқаша әңгіме құрастырыңыз. Екінші тапсырма: ақпарат дерек көздеріне сүйене отырып, қазіргі кезеңдегі су тапшылығын болдырмауға бағытталған іс-шаралар жайында мәлімет беріңіз. Бұл тапсырма барысында өзіңіздің туған өлкеңіздің маңында қандай суға деген қажеттілік бар және су тапшылығы болып жатыр ма, болмаса кез келген біздің республикамызда орын алған мәселелер жөнінде сөз қозғауға болады. Үшінші тапсырма: мәтінді қайта оқыңыз. Суды тазартудың биологиялық әдісіне түсінік беріңіз. Мына қысқаша мәтінде бос орындарға негізгі мәтіндегі ақпараттар арқылы толықтырып, мәліметті сәйкестендіріңіз. Одан соң өз жауабыңыздың дұрыстығын тексеруді ұмытпаңыз. Төртінші тапсырма: ой қозғау, топтық жұмыс. Екі топқа бөлінген тапсырма бойынша бейне жазбаны тыңдай отырып, су тілсіз жау ұғымына түсінік беріңіз, нақты деректерді келтіріп, пікіріңізді дәлелдеңіз. Екінші бейне мәтінмен танысып, толқындар сипатын анықтаңыз. Әлемдегі ең әсерлі әрі динамикаға толы табиғат көріністері жағалау бойында кездеседі. Мұнда құрық пен теңіз кездесіп, көп процестер қатар жүреді. Олардың ішіндегі ең күшті әрі үздіксізі сірә толқындар шығады. Олар алыс теңізден бастап алып, су бетінде соғатын желдің әсерінен пайда болады. Әлсіз желдің өзі мыңдаған километрге дейін созылатын үлкен толқын туғызады. Жел неғұрлым ұзақ әрі қатты соқса, толқындар да соғұрлым алысқа соғып, жағалауға жететін толқындар күшейіп келеді.
Ашық теңізде толқындар су емес, энергия тасымалдайды. Серпингистер өздері арқылы толқын энергиясын өткізе алатындықтан бір орында тұрады. Толқын жағаға жеткенде судың таяздау әсерінен толқынның төменгі бөлігі баяулайды да, жоғарғы бөлігі бұрынғысынша алға ұмтылады. Толқынның жалы құлайды да, өзі жағаға соғылады. Ақырында жел энергиясы жағаға соғылған толқындардың күші болып шығады. Жағалауды шайып жатқан су құламалы ағыс деп аталады. Қайта артқа қайтқан су кері ағыс деп аталады. Егер құламалы ағыс кері ағыстан үлкен болса, онда ол материалдардың жинақталуын тудырады. Бұл құрастырушы толқын деп аталады. Бұлар тыныш, аласа толқындар. Қиратушы толқындар теңіз дауылынан туындайды және өте биік әрі қуатты болуы мүмкін. Олардың кері шайып ағысы құламалы ағыстан күшті, сондықтан да жағалауда қуатты эрозия тудырады. Қиратушы толқындар тудыратын эрозия және құрастырушы толқындар әсерінен пайда болатын шөгінділер жағалау келбетін қалыптастыратын негізгі процестер. Бейнемәтінмен таныс болған соң, мұндағы толқындардың сипатын анықтап, қалай пайда болатындығы және олардың түрлі іс-әрекеттері және де құрастырушы, қиратушы толқындар жайындағы мәліметті толықтырып, бейнежазбаға сай біліміңізді тексеріңіз. 5-ші тапсырма. Өзен көлдердің адам өміріндегі маңыздылығы жайында әңгімелеңіз. Мұндағы берілген ақпараттарға төменде тұрған сөздер мен сөз тіркестерін орналастырып, оның дұрыстығын тексеруді ұмытпаңыз. Практикалық сабақ барысында меңгерілген мәліметтерді қаншалықты деңгейде игергендігіңізді анықтау үшін өз білім деңгейіңізді сараптап, тест тапсырыңыз. 1. Шайынды су ұғымына түсінік беріңіз. Артизан суы, таза су, ластанған су, минералды су, мөлдір су. Мен ластанған су жауабын таңдар едім. Тексеріп көрейік. Жауап дұрыс. Дәл осылай өзге де сұрақтарға жауап беріп, өз білім деңгейіңізді тексеріп көруге мүмкіндік алыңыз.